Әңгімеге лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңді қалдырып, подписаться батырмасын басуды ұмытпа. Бірақ мына көзімдегі бәле тұрғанда бұл кісінің етегінен ұстағаным қалай болар екен? Жаңағы ағам айтқандай әңгімелер шықса, оны көтере алар ма екенмін? Әй, көтере алмаймын-ау, бекерге бұлағайдың да өзімнің де өмірімді өксітпеймін бе? Деп сөзінің аяғын жұтып барып, үндемей отырып қалды. Эхе, дедім мен іштей. Мен көңіл білдірсем жоқ демейді екен ғой бұл қыз. Бәсе, жүрегім бірдеңені сезіп жүргендей еді. Әйтеуір, осы қызды көрсем жүрегім ысып, бір түрлі сезімге берілемін. Соңғы кездері Гүлбарды да ұмыта бастағандай едім. Күн сайын ойлауды сиреттім демесем, Гүлбарды еш уақытта ұмытпайтын шығармын. Ол алғашқы махаббатым еді ғой. Мүмкін Гүлжамал көзіндегі кемістігінен арылып, көркем қызға айналса, Гүлбарға деген жүрегімдегі орынды сол иеленер. Ертең кішкентайлы болсақ, өмір қызығын бірге кешіп, тұщысын бірге татсақ, сенің бақытты болғаның, менің бақытты болғаным деп, Гүлбардың өзі айтқандай әруағы риза болар. Сонымен не шешімге келетін болдық? Дедім мен ойларымнан арылып. Иә, Гүлжамал қызым, сол бір кедергі биік белес болып тұр ғой бізге. Данияр қарағым, саған біреуді қосып бергенмен, ол аяқтарыңа оралғы болғаннан басқа пайдасы бола қоймас. Мен қойдан шыға алмаймын, жеңгең үйден кете алмайды. Ақыры тәуекел деп өзіңе сендік. Әуелі Құдайға, одан соң саған тапсырдық шырағым. Менің мына қоңсым кеше мал сатып келген еді, содан 500 сом әперейін, қалған қаражатты өзің қарастырарсың. Әлгіндей әңгіме шығып өсек гуілдесе, өзіңнің азаматтығыңа салдық. Ертең үйіңмен ойласып, арғы күні жолға шығып кетіңдер, Құдай жолдарыңды берсін, деді Шәкен аға. Әйелі үндемей отырып қалды. Онда көршіңізге әзір барып келіңіз. Мен Гүлжамалды әзір үйге әкетемін. Жолдастарымнан, таныстарымнан 1000 сом іздеп табамын. Басшыларға жолығып, әлі бітуге 4-5 күн бар. Еңбек демалысымды тағы 10 күнге ақысыз негізде создырамын, дедім нық сеніммен. Шәкеңнің әйеліне Гүлжамалды бір күн қалдыртуға қауіптеніп те отырмын. Мақұл деп, Шәкен аға үйден шығып мотоциклін оталдырды. Гүлжамал киім-кешектерін, оның мұнысын жиыстырып дайындала бастады. Айналайын қайным, әруақты кісінің баласы едің, әйтеуір өзіңе сендік енді. Сезім деген сайтанға еліктеп, бірдеңеге ұрынып қалмаңдар. Қарқаралы қыз ғой бұл, оң жақта отырған. Жерге қарата қоймассың бізді, деп жеңгей мүләйім кейіпте Шәкен ағаның шашбауын көтере сөйлеп, Гүлжамалға көмектесіп жүр. Шәкен аға 500 сомды әйелінің көзінше берді де, жасырып тағы 300 сом берді. Ақшаны алып, Гүлжамалды мотоциклмен мінгестіріп, жолай 1-2 отарға соғып, совхоз орталығындағы жұмыстарымды тындыра кетпекпін. Совхозға келіп кіре берістен бензин құйып алмақшы болып тоқтағаным сол, соқталдай 3 жігіт қарсы беттегі гараж жақтан шығып, маған қарай жүрді. Екпіндеп келе жатыр. Бұлар кімдер екен деп қарап едім. Гүлжамал: екеуі бізге жақын туыс ағайындардың балалары, үшіншісін танымадым, деді менің үнсіз сұрағымды түсініп. Келе еңгезердей біреуі жағымнан ала кетті. Әкеңнің аузын. Жақсы кездестің, сені іздеп ауылыңа барайық деп шығып едік, деп қылғындырып бара жатыр. Біреуі арқа жағыма шықты. Үшіншісі бірдеңе деп сөйлей берген. Гүлжамалды: жап аузыңды, аңқау сорың құрғыр, деп итеріп жіберді. Гүлжамал қолын тірей құмға жамбастай құлады. Жігіттер, не болды? Десем, мені қылқындырып тұрғаны. Көрдің бе мұның мүләйім суын? Білеміз арам ойыңды. Қазір біз Шәкен көкенің ауылына келе жатырмыз. Аңқау адамдарды алдап, қызын некелеп алған қатынын құсатып, неге мінгестіріп жүрсің? Айтшы ғане. Жолшыбай отарлар аралап, жұртқа көрсетіп жүргенін қайтерсің мұның, деп айқайға басты, аузынан түкірігі шашырап. Оның қолын қағып жіберіп, қарызға ақша іздедім. Уақытты қыз, тезірек жеткізуіміз керек келіскен адамдарға. Неге соншама жаның аши қалды сенің? Қалай болса да өзім үйленемін деп көкігеніңе жол болсын.
Ол көкігенім емес, шын сөзім. Шын сөзіңнің бізге керегі жоқ, нақты дәлелді айғақ керек. Сенбесеңдер біреуің жүріңдер бізбен бірге. Сонау қияндағы Одессаға барып тентек болды дейсің бе бізді? Бола ма, болмай ма, не ғайбыл тірлік екені белгілі болып тұр ғой. Онда мен тентек екенмін де? Жоқ, сен айлакерсің, бізді тентек етіп кетпекшісің. 10-15 күн қызды қасыңда алып жүріп, болмады қайтемін деп келіп тұрсаң, содан соң бұл қыз жұрттың бетіне қалай қарайды, а? Көке, бұл кісінің пейілі шынайы ғой, маған көмектеспек. Маған үйленемін деп Шәкен ағамды сендіру үшін айтты. Маған жазылып шықсаң, кімді қаласаң соған тұрмысқа шығуыңа қарсылығым жоқ деді, деп Гүлжамал шырылдады. Сен тоқтай тұр, деді менің жағымнан алған дәу Гүлжамалға. Мен қандай жағдайда да үйленемін деп уәде беріп тұрмын ғой, дедім мен не істерімді білмей қоршап тұрған үшеуіне. Үшеуі де дайын жұдырық, ұрдажық бәлелер көрінеді. Төбелесуге батылым барыңқырамай да тұр. Оның үстіне өзім жол жүрейін деп тұрып, бет-аузымды көкала қойдай етіп алмасам болар еді деп сақтанып та тұрмын. Өздері шекаралас бөтен совхоздың жігіттері сияқты. Шәкен ағаның немере ағайындарының балалары көрінеді, сөздерінің жобасы. Жаңағы менің жағамнан сілкілеп жүрген әнеу күні аудандық жарыста күрестен бірінші орын алған. Енді есіме түсті. Бәсе, қай жерде көрдім деп бағаналы бері ойланып тұр едім. Маған толық сенулерің үшін не істеуім керек? Кәне, соны айтыңдаршы айналайындар. Уақыт кетіп жатыр. Мүмкіндік болса, ертең Ташкенттен ұшсақ деп едім, дедім мен тықыршып. Әлгі Гүлжамал танымадым деген жігіт әңгімеге араласпай үндемей тұрған болатын. Заңды некеге тұрсаңдар сену мүмкін, деді ол қайтер екен дегендей маған сынай қарап.